Түрлі өңірінде белсенділер ұсталып жатыр. Құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожинаның мәліметінше, Астана, Екібастұз және Семейде кемінде 12 адам ұсталған, ішінде қамалғаны да, айыппұл алғаны да бар. Толығырақ сюжеттен білейік. Жыланбайға бостандық. Семейлік Елдос Досанов 20 секундтық бұл видеосы үшін 10 тәулікке қамалды. Сот оның бұл әрекетін бейбіт жиын өткізу тәртібін бұзу деп сот залынан қамауға алған. Белсенді видеоны биыл тамызда экстремизм айыбымен 7 жылға сотталған марафоншы Марат Жыланбаевты қолдап түсіргенін растайды, бірақ оны заңсыз деп санамайды. Мен ешқандай кінәлі емеспін, мен кінәмді мойындамаймын, мен бұл жерде ешқандай қылмыстық іс-әрекетім жоқ. Так, 23-е. Что пришли? Осы аптада Досанов сияқты кемі 11 адам ұсталғаны хабарланды. Ал алға Қазақстан қозғалысы тізімді толықтырып 15 адам ұсталғанын айтты. Астана, Көкшетау, Екібастұз және Семейде ұсталған азаматтардың дені бейбіт жиын өткізу тәртібін бұзу бабы бойынша 6 мен 15 тәулікке қамалған. Бірі Жыланбаевты қолдап жүгіргені үшін, ендігілері ол жатқан түрмеге барғаны үшін жауапқа тартылған. Мынау сол жаңа Қазақстанның сиқы мені конституциялық құқығымды таптап, жұмысымнан үзіп, мына жерге алып келді. Сәбесен жүргізейін деп жатыр екен де азым маған. Әкесіне адамдарға сәбесен жүргізбек. Бұлар 25-індегі ертең арғынғы болатын митингтен қалтырап дірілдеп отыр. Астаналық белсенді Ербол Есқожин 15 тәулікке қамалды, ол да тамыздағы Жыланбаевты қолдау акциясына қатысқан. 2025 жылы 17 тамыз күні Ербол Есқожин Астана қаласы Желтоқсан көшесіндегі серуен көпірінде Марат Жыланбаевтың туған күніне арналған рұқсат етілмеген акцияға қатысып, Марат Жыланбаевқа бостандық деген ұрандарды айтып, Қазақстан Республикасының бейбіт жиындарды ұйымдастыру және өткізу туралы заңнамасында белгіленген тәртіпті бұзған. Жауапқа тартылғандардың арасында арбада отырған Махаббат Құсайынова да бар. Ол кеше 23 қазанда мүгедектер мәселесін көтеріп, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің алдына барған. Алайда министрлік өкілдерімен қысқа әңгімеден кейін полиция алып кеткен. Сот Құсайынованың плакат ұстағанын заң бұзу деп танып, 110 мың теңге айыппұл салған.